Hoş geldinizler. Бұл жерде біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұлттық құндылыққа негізделген қазір таңда 6 құндылық бар. Республика бойынша мектептердің барлығы осы құндылықтар аясында жұмыс жасап жатыр. Мектептің құндылықтар бойынша жасалған жұмыстар жақсы көрсетілуде. Біз бұны әрде өзіміздің аларымыз көп, өзіміздің облыс мектептің аясында көрген әсерімізбен бөлісеміз, оқушыларға насихаттаймыз. Яғни мұғалімдердің сапалы тәрбие, саналы білім бергеннің арқасында үлкен жетістіктерін көруге болады. Бүгінгі таңда осындай шараға қатысып, басқа білім беру мекемелері қандай іс-тәжірибе таратады екен, осы бағдарлама ұсынып отырған 6 құндылық, 6 жоба қай бағытта дамып жатыр екен, бізге елі балалар неміз бар, не қажет екен, соны білуге келдік. Сондықтан да бүгінгі кіргеннен бері әсерім өте тамаша. Өйткені кіргеннен бастап біртұтас тәрбиенің иісі аңқып, құндылықтардың барлығын дәріптеп жатыр. Бүгін республикалық семинарға Астана қаласындағы 37-ші мектеп лицейде келіп, құндылықтарға негізделген білім тақырыбында қазір 9-шы сыныптардың геометрия сабағына қатысып, тригонометрия тақырыбындағы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында құндылықтарға негізделген білімді тамаша оқу мақсатымен бірге қосып, мұғалімнің тамаша оқушылардың бойына ұлттық дәстүр мен тәрбиені сіңіріп жатқан мұғалімнің сондай тамаша шығармашылық еңбегінің куәсі болдық. Бүгін 13-ші ақпан және 14-ші ақпан күні Астана қаласының әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен республикалық семинарға келіп жатырмыз. Біртұтас тәрбие бағдарламасы, соның ішінде ұлттық құндылықтар мен заманауи қоғам үндестігі тақырыбында үлкен іс-шара ұйымдастырылуда. Жалпы бұл іс-шараның мақсаты озық іс-тәжірибелерді тарату және әдістемелік көмек көрсету. Бүгінгі республикалық деңгейде өтіп жатырған Астана қаласының әдістемелік орталығын ұйымдастыруымен өтіп жатырған республикалық форумның семинарын үлкен бір жақсы тұстарын өзімізге алып, қоржынымызға алып бара жатырмыз. Тәрбие саласындағы көрінбейтін жұмыстарды өте жақсы ашып көрсетіп жатыр. Біз үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де осы соңғы биылғы жылдағы 6 құндылығымызды сабақта қалай кірістіру керек, оны біздің балаларымызға қалай дарыту керек мақсатындағы жұмыстар жақсы көрсетілді. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай шаралар алда да жалғасып қала берсін.